6-та 16-шы есептің біріншісі. А-ның 4-ші дәрежесі минус В-ның 4-ші дәрежесі. Бөлімінде А квадрат қосылған В квадрат тең. Алымын екі жақшаға жіктейміз. А квадрат минус В квадрат. А квадрат плюс В квадрат. Бөлімінде А квадрат қосылған В квадрат қалады. Қысқартып жіберетін болсақ, А квадрат минус В квадрат. Екіншісінде x-ның 4-ші дәрежесі минус y-ның 4-ші дәрежесі. X квадрат минус y квадрат. Алымын екі жақшаға жіктейміз. X-ның 2-ші дәрежесі қосылған y-ның 2-ші дәрежесі. X-ның 2-ші дәрежесі минус y-ның 2-ші дәрежесі. Жойып жібереміз, сонда бізде x-ның 2-ші дәрежесі қосылған y-ның 2-ші дәрежесі қалады екен. Үшіншісі а куб минус в куб бөлімінде а-ның 4-ші дәрежесі минус в-ның 4-ші дәрежесі. Алымын қысқаша көбейту формуласы бойынша ашатын болсақ, а минус в а квадрат қосылған а в қосылған в квадрат. Ал бөлімінде мынаны жақшаға жіктейміз. А квадрат минус в квадрат. А квадрат плюс в квадрат тең. Енді алым дәл сол қалпына жазылайық. А в қосылған в квадрат. Ал бөлімінде мына бір жақшамыз екі жақшаға жіктейік. А минус в а плюс в. Екінші жақшамыз өзін жазып қоямыз. Сонда минустармен жақша жойылып кетеді де, бізде қалды а квадрат қосылған а в қосылған в квадрат. Бөлімінде а плюс в а квадрат қосылған в квадрат қалады екен. Бұл бізде үшіншісі. Төртіншісін шығарайық. А квадрат қосылған а в қосылған в квадрат бөлімінде а куб минус в куб тең. Формула бойынша ашамыз. Алым дәл өзі қалпында тұрады. В квадрат. Формула бойынша а минус в а квадрат қосылған а в плюс в квадрат. Жойылып кетеді. Сонда бір бөлінген а минус в ғана қалады екен. Келесі 6-та 17-ші есеп. Біріншісі 5а куб в қосылған 5а в-ның кубы бөлімінде а-ның 4-ші дәрежесі азайтылған в-ның 4-ші дәрежесі тең. Алымнан 5а в-ны шығарып жібереміз. Сонда қалды бізде а-ның квадраты қосылған в-ның квадраты. Ал бөлімнен бөлімін жақшаның сыртына емес, бұл қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. Сонда а квадрат минус в квадрат. Ал бөлімде а квадрат плюс в квадрат болады. Сонда қосу жақшалар қысқарады. Сонда бізде 5а в а квадрат минус в квадрат болады екен. Екіншісі а-ның 4-ші дәрежесі в-ның 4-ші дәрежесі бөлімінде а в-ның квадраты минус а куб тең. Алымын формула бойынша ашамыз. А квадрат минус в квадрат. Дәл солай а квадрат қосылған в квадрат. Ал бөлімінен а-ның өзін жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда қалды в квадрат азайтылған а квадрат тең. Енді алым дәл солай жазылайық. Квадрат а квадрат қосылған в квадрат. Бөлімде минусты жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Минус а болады. Сонда а квадрат минус в квадрат болады.
тең қысқартып жібереміз. Сонда бізде қалды алымында а квадрат қосылған в квадрат бөлімде минус а қалды. Үшіншісі 2а қосылған 4 а куб плюс 8 тең. Енді 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібереміз. А қосылған 2. Енді 8 деген сол 2-нің кубы. Сонда а куб қосылған 2-нің кубы болып тұр. Ол формула бойынша а қосылған 2 бірден формула салдым. А квадрат минус 2а қосылған 2-нің квадраты болады. Сонда 4-ке тең болады. Тең. Мына екеуін қысқартып жібереміз. 2 бөлінген а квадрат минус 2а қосылған 4-ке тең болады деген нәтижесі. Енді мына жерде былай жаздық қой біз а куб қосылған 2-нің кубы деп жазып алдық. Осыны формула бойынша аштық. Сөйтіп қысқарттым. Келесі 4-шісі а-ның 4-ші дәрежесі минус в-ның 4-ші дәрежесі бөлімінде а куб минус в куб тең. Алым қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамын. А квадрат минус в квадрат а квадрат плюс в квадрат бөлімінде формула саламыз. Яғни а минус в а квадрат қосылған а в қосылған в квадрат формуласы бойынша. Енді мына бір жақшаны ашып жазайық. Сонда а минус в а плюс в. Екінші жақшаны өзін жазамын. А квадрат қосылған в квадрат. Бөлімін қайта жазып шығайық. А минус в а квадрат қосылған а в қосылған в квадрат. Мына екеуі жойылып кетеді. Сонда бізде қалды алымында а қосылған в а квадрат қосылған в квадрат бөлімге а квадрат қосылған а в қосылған в квадрат қалады екен. В квадрат қалады. Есебіміз аяқталды. Келесі 6-та 18-ші есеп. Біріншісі а квадрат қосылған 2ав қосылған в квадрат бөлімінде 2а-ның 4-ші дәрежесі азайтылған 2в-ның 4-ші дәрежесі. Алымын а қосу в-ның жақша сыртында квадраты. 2-ні жақшаға шығарып жібереміз да, а-ның 4-ші дәрежесі азайтылған в-ның 4-ші дәрежесі деп жазаламыз. Алым дәл сол қалпында жазайық. А плюс в-ның жақша сыртында квадраты. Ал бөлімін жақшаны ашып жазамыз. А квадрат минус в квадрат. Енді дәл осының қосындысы а квадрат қосылған в квадрат. Тең. Енді қайта бір формула жақшаны ашамыз. А қосылған в-ның жақша сыртында квадраты. Бөлімде 2 а минус в а плюс в. Және екінші жақшаны қайта өзін жазып қоямыз. Жақшаны жабамыз. Тең. Квадратымен жақшаның өзі кетеді. Сонда а плюс в бөлімінде 2 а минус в а квадрат плюс в квадратқа тең екен. Ол бізде біріншісі. Екіншісі 18-ші 1 минус 2х қосылған х квадрат бөлімінде х квадрат минус 1 тең 1 минус х-тің жақша сыртында квадраты. Алымы формула бойынша х минус 1 х плюс 1 деп жақшаны жіктеп жазамыз. Сонда минусты алдына шығарып жесек болады. Х минус 1-дің жақша сыртында квадраты.
x минус 1 x плюс 1 деп жақшаны жазып аламыз. Яғни квадраты мені жойылып кетеді. Сонда минус x минус 1 жақшаның ішінде бөлімде x плюс 1 болады екен. Келесі үшіншісі. Так, 18-ің үшіншісі. 3n-ның квадраты минус 3m-ның квадраты. Бөлімде 6m-ның кубы қосылған 6n-ның кубы. Тең. Так, 3-ті жақшаны сыртына шығарып жіберемін. Сонда n-ның квадраты азайтылған m-ның квадраты болады. Бөлімінде 6-ның жақшаны сыртына шығаратын болса, m-ның кубы азайтылған n-ның кубы болады. Тең. Екеуін де формулаға саламыз. Алымда бөлімі екеуін қысқартып жіберейік, 2 болады. Сонда n минус m, енді осының қосындысы n плюс m. Ал бөлімінде формула бойынша 2 қалды. Және формула бойынша бізде m плюс n минус ғой. Сонда берілгенде плюс екен. Мына жеріміз плюс. m-ның кубы m-ның кубы. Енді формула бойынша m плюс n екінші жақшаға жіктейтін болса, азайту болады. m-ның квадраты азайтылған mn қосылған n-ның квадраты. Тең. Бөлшек сызығы плюстары жойылып кетеді. Сонда n минус m қалды. Бөлімде 2 және екінші жақшамыз қалды. m-ның квадраты минус mn плюс n-ның квадраты қалады екен. Плюс болды, минус болды. Төртіншісін шығарамыз енді. А-ның 4-ші дәрежесі минус в-ның 4-ші дәрежесі. Бөлімде а квадрат минус в квадрат. Тең. Алымын екі жақшаға жіктейміз. А-ның 2-ші дәрежесі қосылған в-ның 2-ші дәрежесі. Және екінші жақша бойынша а квадрат минус в квадрат. Бөлімде а квадрат минус в квадрат жойылып кетеді екінші жақшамен. Сонда а квадрат қосылған в квадраттың өзі ғана қалады екен.